түнде аспан қарасаңыз әртүрлі ақтақтарды көруге болады. Олар біздің галактикамыздағы бөтен жұлдыздар. Ежелгеректер осыған қарап, оны төгілгеніспен салыстырған. Тіпті оған галаксиясы деп ат берген. Жер шары құс жолы галактикасында орналасқан. Аспанға қарасақ, біз оны тек азғанда ғана бөлден көре аламыз. Негізі ол осындай. Біздің байқайтынымыз тек 100-ден 1 бөлігі ғана. Себебі біз галактикамыздың оңтүстік бөлігінде орналасқанбыз. Бәрібір құс жолы бізге жай ғана сызық болып қалады, немесе 4548 жұлдыз. Яғни 9096 жұлдыз егер 2 жарты шарды алатын болсақ. Негізгі олардың шын саны 100 миллиард. Мына бір суретте Андромеда шоқ жұлдызының қасында бір анық көрмейтін нәрсені көруге болады. Ол бізге ең жақын көріште жатқан Андромеда галактикасы. Суретке қарап сіздер ойлаған боларсыздар, ол біздің қасымызда ұшып бара жатыр деп. Керісінше, ол бізге қарай секундына 300 км жылдамдықпен ұшып келе жатыр. Бұл әлемдегі ең жылдамдықтың өзінен 300 есе тез. Яғни соқтығыс болуы мүмкін деген сөз. Қазір біз оны 2,5 миллион жыл қашықтығында көріп тұрмыз. Ал мынау 2 миллиард жылдан кейінгі көрінісі. Ал 375 миллиард жылдан кейін ол бізге тым жақын болатыны соншалық. Біз далаға шығып Андромеда галактикасын және оның жұлдыздарын жай ғана көзбен көре алатын боламыз. Сонда ғана нағыз көрініс басталады. Егер галактиканы бос кеңістік деп алсақ, онда бізге тірі қалған мүмкіндік бар. Себебі Андромеда галактикасы құс жолына қарағанда өте үлкен, және ондағы жұлдыздардың да арақашықтығы да өте үлкен. Марс пен Жерді мысалында қарастырсақ, олардың арасы осындай болады. Олар жоқ болып кетті. Марс пен Жерді екі қарапайым нүкте деп алсақ, оны көрсету үшін маған 14 экран, яғни 14 монитор қажет. Біздің күніміз секілді жұлдыздар тіпті алыс орналасқан. Күнге ең жақын орналасқан жұлдыз Проксима Центавра бізден 4,5 жарық жылында алыс. Ол кәдімгі Жерден күнге дейінгі арақашықтықтан 277 мың есе артық. Мысалы, сіздерге түсінікті болу үшін қарапайым монетаны күн деп алайық. Ал Проксима Центавра осыдан 718 километр қашықтықта жатыр. Яғни, мынау Алматы, Проксима Центавра, Шымкент сияқты, тіпті Шымкентте әрмен қарай. Бұл өте алыс, сондықтан соқтығысу пайызы өте аз, бірақ соқтығысу да мүмкін ғой. Біз Андромеда галактикасын соқсамға дейін ерге желі эллипстің галактикасын соқтықсамыз. Ол бізден бірнеше мың есе кішкентай, жер шарымыз қақтығысқа ұшырасын, ұшырамасын, бәрібір біздің күн жүйемізді өз галактикамыздан лақтырып жібереді, яғни өз үйімізден шығып қаламыз. Соқтығысқан жағдайда біз өз галактикамыздан қалай шығып қалғанымызды байқамаймыз. Себебі біз кішкентайымыз, Біз күнді айналып тұрамыз. Бір сөзбен айтқанда, ол біздің жүргізушіміз. Мысалға, күн сол жаққа бұрылса, біз де сол жаққа бұрыламыз, біздің траекториямыз өзгермейді. Біз жай ғана 3 галактиканың қосылуын байқап, біртіндеп алыстай бастаймыз. Ол Құсмеда галактикасы. Яғни, құс жолы және Андромеда сөздерінің қосындысынан Құсмеда. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздердің сұрайын дегенім, осындай бағыттағы видеоларды шығарайын ба? Егер шығарғанымды қаласаңыздар, осы видеоға 200 лайк жинайық, сонда жаңа плейлист ашып, сонда әртүрлі осындай қызық тақырыптағы видеоларды шығаратын боламын. Өзіңді дамыт, сіздермен болғанмен.